Құрметті бауырлар, Аллаға мақтау болсын, пайғамбарымызға салауат болсын. Көп адамдардың білмейтін мына нәрсесі бар. Әжетханаға барып, үлкен кіші дәретке отырғаннан кейін құманға су құйып алып, астымызды тазалауды, осыны дәрет алу деп ойлайды. Бірақ бұл дәрет алу емес. Бұл нәжістен тазалану. Дәрет алу дегеніміз ол Алла субханаху ва тағала Құранда айтқандай, қолдарында шындақпен бірге жуу, жүзді жуу, басқа мәсих тарту және аяқты тобықпен бірге жуу. Дәреттің 4 парызы осы. Ал астымызды дәретханаға барғаннан кейін, және үлкен кіші дәретке отырғаннан кейін тазалану, ол нәжістен, таза емес нәрседен тазалану болып есептеледі. Айтайын дегенім, көбісі дәрет алуды сол астын жуу деп ойлап жүріп, мешітке, жұма намазға, 5 уақыт намазға, айт намаздарына барып намаз оқиды. Өкінішке орай болсын, көбісі білмейді. Сондықтан, құрметті бауырлар, дәрет алу дегеніміз ол 4 нәрсе. 2 қолымызды шындақпен бірге жуу, жүзімізді жуу, басқа мәсіх тарту, аяқты тобықпен жуу. Осы дәрет алу. Ал дәретханаға барғаннан кейін, үлкен кіші дәретке отырғаннан кейінгі астымызды тазалану, ол нәжістен тазалану. Ал егер жел шыққан болатын болса, барып оны жуу шарт емес. Көбісі осыны білмейді. Алла Тағала баршамыздан разы болсын, күнә қате кемшіліктерімізді кешірсін.